қиыннан қиыстырып береді негізінде ше. Бұл нәрсені сіз уже талай рет естідіңіз, талай адамнан естідіңіз, иә. Әркім әртүрлі оқиғалармен айтып жатады, иә. Бүгін мен сізге бір нақты бір мысалмен айтқым келіп отыр. Өмірде болған оқиғаның мысалымен, желісімен. Бірде осыны жаңағы интернет желісінен тауып алып қазір сіздерге айтып отырмын. Бір жігіт телевидениеге келіп сұхбат беріп отырады. Сол кезде осы сұхбаттың арасында мынандай әңгімені айтады. Біз досымыз екеуміз этаж үйде парашют жасағандағыны, иә, сосын сол парашютті не істеген ғой, тексеріп көрейін деген ғой. Содан жаңағы досы екеуі сол парашютті тексеру үшін хомякты отырғызады ғой ана үйде. Нені отырғызамыз деген кезде көздеріне хомяк түседі, сөйтіп хомякты отырғызады. Сол кезде парашюттен ұшып кетеді жаңағы хомяк. Содан жаңағы жігіт, енді біз соны уайымдадық дейді, енді хомяктың жағдайы не болды деген соны уайымдадық, сол оқиға әлі есімнен кетпейді дейді ғой. Тура сосын сол уақыттарда жаңағы телевидениеге бір әйел хабарласады. Содан айтады, сіздің айтып жатқан әңгімеңіз осындай қалада, осындай уақытта, осындай мерекенің кезінде ма деп сөйтіп сұрайды. Ана кісі, иә, дәл солай, сіз ол хомяктың хомякты сіз көрдіңіз ба деген секілді сөйтеді. Сосын иә дейді, мен ол хомяктың жағдайын мен білем дейді. Сөйтсе жаңағы кісі, әйел адам былай айтады әңгімесін. Біз дейді, қызымыз екеуміз келе жатқанбыз дейді. Қызым үнемі хомяк менен сұрайтын дейді. Сосын сол кезде тоже, сол кездің ретінде де ол тағы да сұрады дейді. Сол кезде мен айттым дейді, қызым, Құдайдан сұра, Құдай саған береді деп айттым дейді. Содан қызым деген аспанға қараттаған, Құдай маған осындай жаңағы хомякты берші деген секілді Аллахтан сұраған. Сонда сөйтіп келе жатады екеуі. Сол кезде қызы, мама, маған деген Құдай берді менің сұрауымды деп қыз айғайлап жүреді. Сөйтіп қараса, алдында жаңағы парашютпен бір хомяк ұшып келе жатады. Содан жаңағы қызы өте қатты қуанады. Сонда жаңағы әйел соның сөйтіп хомяктың ұшып келген, қызға ұшып келген айтады да. И сонда бұл жерден шығатын мораль, бұл жерден не айтқымыз келіп отыр? Бұл жерде Аллах қиыннан қиыстырып форчкадан берсе де береді негізінде ше. Қараңызшы, ана кісілерге, иә, жаңағы екі жігіт, ол парашют жасап жатқан жігіттерге, хотя хомяк аса не емес болып тұр да. Бір аса оларға қажет емес дүние болып тұр да. Ал ол Алла тағала олардың қолынан алды дағыны, кім қалап тұр соның қолына жіберді ғой. Көрдіңіз ба? Дәл сол секілді, мысалға да, сіз не нәрсені қатты қалайсыз, соны сізге қиыннан қиыстырып сізге жеткізеді да. Ал оның жеткізу жолы сол жаңағы кімде, мысалға да, кімде бар нәрсе, и сол нәрсе болған аса бір не болып жатқан жоқ шығар да, мысалға да, маңызы болып жатқан жоқ шығар, бірақ ол сізге жетеді ғой. Көрдіңіз ба?